Салем достар, сіздер менен бірге Жазира Дала өнер ордасының музыкалық курстарын жүргізетін жетекшісі Гүлжазира Базарбек қызы. Егер сіз қандай да музыкалық аспапты үйренуге құмар болсаңыз, немесе вокалдан ән салуды меңгергіңіз келсе, онда менің YouTube каналыма тіркеліңіз. Біз сіздің жазған пікірлеріңіз арқылы сіздің үйренгіңіз келетін шығармалардың үйрену сабақтарын, бейне сабақтарыңызды салып отырамыз. Сіздер лайктарыңызды қойып отыруды аямаңыздар. Бүгін сіздермен тепен-көк күйін үйренеміз. Егер сіз домбыраны енді үйреніп жүрген болсаңыз, жай күйлерден күрделі күйлерге қарай бізбен бірге үйреніп отыратын боласыз. Ендеше сіздерге тепен-көк күйінің қағыстарын көрсетейін. Төмен, төмен жоғары және алма кезек қағыстар арқылы осы күйді ойнап шығамыз. Ендеше сізге тепен-көк күйін таныстырып өтейін. Мұқият тыңдаңыздар, сосын үйрену барысына көшеміз. Ал енді осы күйді үйренуді бастаймыз. Мұны кіріспе деп алайық. Домбырада 19 перне бар. Мынау бірінші перне, екінші, үшінші, төртінші перне. Мұнда екінші, үшінші, төртінші, бесінші перне. Домбырада 4 саусақ бар деп есептейік, және мынау бармақ. Екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Төмен жоғарыда ашамыз, төмен жоғарыда ашамыз. Сосын 4 рет төмен жоғары ойнаймыз. Төмен жоғары, төмен, сосын жоғарыға саусақпен ойнаймыз. Енді бірінші бөлімге көшейік. Бірінші бөлімде 7-ші пернені астыңғы шек, үстіңгі шектен ұстаймыз. Және саусақпен тартамыз. Екі рет қайталағаннан кейін үшінші ретінде өзгереді. 9-ші перне, 5-ші перне, сосын екінші пернеге барамыз. Үшінші перне жабық бармақпен және екінші саусақпен ұстаймыз астыңғы үстіңгі шектерді.
бірінші бөлімді видеоны тоқтатып, қолыңызды жақсылап машықтандырып алыңыз, одан кейін ары қарай жылжимыз. Екінші бөлімге көшейік. Осы кіріспен ойнағаннан кейін бірінші бөлімді 2 рет қайталайсыз, реприза деп аталады. Яғни бірінші бөлімді 2 рет ойнаймыз, содан кейін барып екінші бөлімге көшеміз. Екінші бөлім 19-ші перне мұнда болса, 18, 17, 16, 15, 14-ші пернені 4-ші саусақпен ұстаймыз. Үстіңгі шегі ашық. Енді бірінші саусақпен шекті қағамыз. Енді мұнда екінші саусақпен ұстасақ болады. Сосын бірінші бөлімнің аяғын қайталағандағыдай дәл сондай ойнаймыз. Тағы бір көрсетейін. Енді жабамыз бармақпен. Кіріспен ойнаймыз тағы. Дегеннен кейін екінші бөлімді және қайталап шығамыз. Мұнда да реприза деп аталады, яғни екінші бөлімді де осылай тағы бір қайталап өтеміз. Кіріспе. Екінші бөлімді 2 рет қайталап, қолыңыз үйренгенше 10 рет, 15 рет ойнап, қолыңызды машықтандырып алыңыз. Одан кейін кіріспен ойнаймыз да, қайтадан бірінші бөлімді ойнап шығамыз, күйдің жалғасы. Жетінші пернені бармақпен және 7-ші пернені астыңғы шектен бірінші саусақпен ұстаймыз. Сосын 2-ші саусақпен 7-ші пернені қағып жібереміз. Қағысты 2-ші саусақ жасайды. Осылай бірінші бөлімді қорытынды есебінде 2 рет қайталап өткеннен кейін соңы былай бітеді. Сосын бірінші саусақпен қағамыз. Тағы да